Жол сақшыларының жол тәртібін реттейтін ала таяқшасы қайта қолданысқа енді. 1 қыркүйектен бастап көліктер қозғалысын реттеу үшін МАИ қызметкерлері көне тәсілге көшті. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ала таяқтың қайта қолға алынуына не себеп болды? Тілші біліп көрді. 2017 жылы жол сақшыларының жол тәртібін реттеудегі таяқшалар қолданыстан алынып тасталған еді. Жаңа тәртіпке МАИ қызметкерлері жолда көлікті қол қимылмен тоқтатуы тиіс болды. Алайда Европаға еліктеген бұл тәсіл біздің елде тиімді болмады. Осылайша араға 2-3 жыл салып, ала таяқтан уақытша ажыраған жол сақшылары ала таяққа қайта оралды. Ішкі істер министрлігінде анықталғандай, көліктерді қол қимылмен бағындыруға тырысқан 5 жол сақшысы жол қиылыстарында көлік қаққан. Келіп түскен өтініштерге байланысты жол жүрісі қатысушылары тарапынан жол жүрісін реттейтін полиция қызметкерлерінің іс-әрекеттерін дұрыс қабылдау үшін таяқшаларды қолдану қажеттілігі туындады. Ең алдымен жол жүрісін реттейтін полиция қызметкерлерінің белгілері кешкі уақыттарда, яғни ымырт түскен кезде, түнгі уақыттарда нашар көрінетін болғандықтан таяқшаларды қайтару ұсынылып отыр. Таяқшалар алынып тасталғаннан кезден бастап жол жүрісін реттеу кезінде полиция қызметкерлерінің көліктік қағып кетуінің 5 фактісі бар. Олар тәуліктің кешкі және түнгі уақыттарда орын алып отыр. Ендігіде ала таяқпен көлік тоқтатуға болмайды. Оларды тек қана қозғалысты реттеу үшін қолданады. Жол қозғалыс ережелерін бұзу анықталған кезде көлік құралдарын қол қимылмен немесе арнайы жарық дыбыс сигналдарын және дауыс зорайтқыш құралдарды беру арқылы таяқшаларды қолданбай тоқтатудың қолданыстағы тәртібі сақталады. Тоқтатса, жаңағы ол көрнекті болып көрінеді жаңағы. Егер жаңағы тақтай болмаса қолдарында ол қолмен қалай тоқтататыны көрінбей қалуы мүмкін. Сол себепті бір жағынан дұрыс сияқты қайтарған. Регулирует наше движение, и мы будем их замечать издалека. Ал қолданысқа енген таяқшалар үшін мемлекеттен ешқандай қаржы бөлінбейді. Аймақтық полиция бөлімшелері қоймаларында сақталған ала таяқша тұтынысқа жарамды. Жаннұр Сүндетоллақызы, Тимур Назарғалиев, Наталья Зайц, 5-ші арна.